Фильм оқиғасында 2015 жыл Испания Анна Фриц есімді танымал актрисаның өлі денесі ауруханаға әкелінуде. Сол жердің Пау есімді қызметкері денені арнайы бөлмеге басқа өлі денелер қасына алып баруда. Ол қыздың жүзінен матаны ашып, оны суретке түсіріп алады. Бұл сәтте оның достары келуде. Пау оларды күтіп алып, сыртқа алып кетеді. Достары Хави мен Иван ішімдік пен есірткі шығарады. Алғашқыда Пау қарсы болғанмен, кейін ішімдікті іше бастайды. Жігіттер клубқа бара жатырғанын айтып, Пауға бірге баруды ұсынады. Ол келіспей жұмыстан шыға алмаймын дейді. Сосын мақтанып түсіріп алған суретін көрсетеді. Оны көрген Иван өз көзімен көргісі келетінін айтады. Пау келіседі. Хави барғысы келмегенмен соңында ол да еріп барады. Жігіттер білдіртпей ішке кіреді. Хави мұның керек емес екенін айтқанмен екеуі оны тыңдамайды. Пау қызды көрсетемін деп бір әзілдеп алады. Сосын қыздың өзін көрсетеді. Иван матаны ашып, денесін ұстай бастайды. Хави да денені ұстап көріп, тірі адамдай екен дейді. Пау оның өлгеніне бірнеше сағат қана болған. Сол үшін осындай дейді. Иван сол жерде есірткі шығарып, осы жолы Пау да бірге қабылдайды. Иван қыздың денесіне қайта барып, матаны алып тастайды. Солай ол бұл актриса барлық жігіттердің арманы еді. Ойына жаман ой келіп, онымен әлгі іспен айналысуға бола ма деп сұрайды. Негізі Иван бұның мүмкін емес екенін түсінуде, бірақ Пау онда тұрған ештеңе жоқ дейді. Соған қарағанда Пау бұрын жасап көргендей. Хави бұған қарсы болып, бұл жерден кетуді ұсынады. Иван оны тыңдағысы келмейді. Пау Хавиді алып кетіп, Иван жаман ісін жасайды. Хави жиіркеніп, бұған қатысқысы келмейді. Иван ісін аяқтаған соң керемет екен дейді. Несі керемет, қуамы. Мұны көрген Пау қызыға бастайды. Ол Аннаның денесіне мініп алып, әлгі ісін жасап жатқанда, қыз кенеттен көзін ашады. Ол денесін қозғалта алмайды. Достары келіп таңғалуда. Хави оны көріп көмектескісі келіп, оған су әкеліп береді. Ал Пауда паника басталып, бұл қыз менің не істеп жатырғанымды көрді дейді. Хави қызға саған көмектесемін деп жігіттерден дәрігерді шақыруды сұрайды. Иван оны тоқтатып, бірінші ақылдасып алайық дейді. Сол сәтте басқа қызметкер кіріп келеді. Жігіттер қыздың бетін жауып тығылып қалады. Анна көмекке шақырғысы келеді, бірақ оның сөйлеуге шамасы келмейді. Қызметкер кеткен соң Иван не істейтінімізді шешуіміз керек дейді. Ал Хави қызға көмектесуіміз керек дейді. Бірақ Иван егер көмектессек, ол полицияға айтып береді дейді. Және барлығы Анна Фриц өлді дегеннен хабардар. Сол үшін ол өлі қалу керек дейді. Хави оны тыңдамай мен көмектесемін дейді. Бірақ есікті ашайын дегенде жабық болады. Сонда Пау кілтті сыртта қалдырып қойғанын айтады. Келген қызметкер есікті кілттеп кеткен. Хави көмекке шақыра бастайды, бірақ Иван оны тоқтатып төбелес басталады. Хави соққы алып, құлап, басы жерге тиіп, қан аға бастайды. Мұның барлығын Анна бақылап көріп жатқан болатын. Иван Хавиді қалдырып қашып кеткісі келеді. Оның құжаттарын алып, оған бұл жағдайды полицияға айтпауын сұрайды. Ал Пау полдағы қанды тазалауда. Сол сәтте түнгі смендегі қызметкер келіп қалады. Пау оған осында заттарым қалып қойды, соны алуға келгенмін дейді. Анна дауыстап көмекке шақырғысы келеді, бірақ Иван оның аузын басып ұстайды. Қызметкер кетеді. Ал Хави соңғы сөзінде Аннадан кешірім сұрап өліп қалады. Анна одан әрі қауіпті екенін түсінеді, себебі оны қорғаған жалғыз адам өліп қалды. Иван не істерін білмей бір амал ойлап табады. Ол Аннаны өлтіріп, Хавидің денесін мусор багына тастауды ұсынады. Пау оның бұлай айтқанына сенер емес, және олай жасағысы келмейтінін айтады. Иван, біз Хавиді өлтірдік. Енді түрмеге отырмау үшін осылай жасауымыз керек дейді. Ал Пау оны өлтірген мен емес дейді. Ол сәтте Анна жерге құлап түсіп, Хавидің қалтасынан телефонды алады. Иван келіп қалып телефонды алып қояды. Анна оларға әкеме звондап өзімнің тірі екенімді айтып үлгердім дейді. Осылай Иван енді ештеңе істей алмайтынын түсініп, қызға көмектесуден басқа амалдары қалмайды. Олар оны шығар есікке алып бара жатқанда аяқасты телефонға қоңырау келеді. Анна айқайлағысы келеді, бірақ үлгермейді. Оның әкесі телефонда кім звондады екен деп сұрайды. Сонда Иван қыздың әкесіне звондап үлгермегенін түсінеді. Иван қатты ашулана түседі. Солайша оны қайта орнына алып барып, оны байлап тастауды бұйырып, өзі мусор багын алып келуге кетеді. Анна жігітті алдастырып, сен ешкімді өлтірмедің, бұлай жасама, полицияға айтпауға уәде беремін дейді. Және өтіріктен Иван сен көрмей тұрғанда Хавиді тұншықтырып өлтірді дейді. Бірақ жігіт сенгісі келмейді. Ол қан болған орындарды тазалап жатқанда Анна босатылып үлгереді. Бірақ аяғына тұруға күші жетпей, жорғалап шығып кетеді. Иван келіп қызды таппай, олар оны іздей бастайды.
Анна жорғалап лифтке барып үлгергенде Иван оны тауып алады. Ол қызды өлтіруіміз керек дейді. Бірақ Пау олай жасағысы келмейді. Ол Иванға Хавиді тұншықтырып өлтіргенсің дегенде, Иван бұл қыз аман қалу үшін саған өтірік айтады дейді. Солайша Аннаны тұншықтырып өлтіруді шешіп, мұны Пауға жасауды бұйырады. Бірақ ол мен қанішер емеспін дейді. Сонда Иван оны бірге жасауға мәжбүрлейді. Солай оны тұншықтырып, Иван Хавидің денесін шығарып тастауға кетеді. Ал Пау қыздың денесін жуып, үстіне мата жауып, кетейін деп жатқанда қыздың жөтелгенін естіп қалады. Анна әлі тірі. Жігіт матаны ашып, өтірік өлі адам кейпінде болуыңды дұғар дейді. Осы сәтте Иван келіп қалады. Пау оған қыздың тірі екенін айтпай тезірек кетуді ұсынады. Солай олар кетіп қалады. Бірақ Иван банк картасын сонда қалдырып қойғанын біледі. Ол оны тастағысы келмейді, себебі бұл айғақ болып қалады. Сол үшін қайта барып ішке кіргенде Аннаның тірі екенін көреді. Пауға ашуланып, мені сатып кеттің деп оны тұншықтыра бастайды. Осы сәтте Анна оның артынан келіп Иванды пышақтап өлтіреді. Пау орнынан тұрып, туып ой сұрақ қояды. Оны неге өлтірдің? Сонда Анна Пауды да өлтіреді. Оның жанына отырып, тағы бірнеше рет пышақ тығады. Осылайша фильм аяқталады. Достар, Анна жайлы ойларыңыз және бұл жігіттерді сіздер қалай жазалар едіңіздер? Комментарийға қалдырайық. Және арнаға жазылып, жаңа видеоларды бірінші көру үшін колокольчикті басуды ұмытпайық. Сіздермен болған қысқада нұсқа арнасы, қолдауларыңызға рахмет.